Bakın номер 784 есеп. Екі санның қосындысы 21-ге тең. Бізге белгісіз қандайды бір екі сан берілсін, олардың қосындысы 21-ге тең. Екі еселенген бірінші сан, онда бізге белгісіз, бірақ екі еселенген болып тұр, онда 2х деп алайын. Екінші саннан 3-ке артық дейді. Онда екінші саным x-3 болады ғой. Не себепті? Себебі 2х-тен 2 еселенген саннан 3-ін алып мұнда қойса, жаңағы тең есеп деген сөзде. Сонда 2х плюс x-3 тең 21. Енді теңдеуді шығарамын, x-терді қосамын, тең 21 плюс 3 болып өтеді. Сонда x тең 24, 24-ті 3-ке бөліп жіберемін. Теңдеудің қасиеті бойынша, сонда жауап 8. Сонда бірінші сан 8 болған екен. Екінші 785. Бірінші бассейнде 1600 метр куб, екінші бассейнде метр куб көлеме, екінші бассейнде 1215 метр куб су бар. Бірінші бассейнді тазарту үшін одан сағатына 1 сағатта 65 метр куб насоспен сыртқа ағызылды. Сыртқа ағызылды, яғни азайтасыз. Метр куб 1 сағатта болып тұр. 2 сағатта, 3 сағатта, неше сағатта азайтатынын білмейміз, жалпы бәрін азайтқан 0 болу үшін. Сонда x деймін. Яғни 1 сағатта 65, 2 сағатта 130, 3 сағатта деп сол үшін x-ке көбейтіп жіберемін. Өйткені неше сағатта барлығы шығатыны бізге белгісіз. Сағаты белгісіз. Екінші 1215 метр куб бассейн. Екінші бассейнге сағатына 45, 1 сағатта 45, 2 сағатта қанша деген сияқты ғой, насоспен құйылып жатыр. Бұған келіп жатыр, ана шығын шығып жатса, мұнда кіріп жатыр кіріс. Онда плюс болады. 45х болады. Не үшін? 1 сағатта 45, 2 сағатта 90 деген сияқты сағат, я? Екі насос жұмыстарын бір уақытта бастаса, екеуі бір уақытта бастаса, неше сағаттан соң екі бассейннің су көлемі теңеседі. Теңеседі деп сұрап тұр. Демек, 1215 қосу 45х бірінші осы өрнегіміз жазамыз. Теңеседі деп сұрап тұр. Демек, тең белгісін қоямыз. Екінші бассейндегі көлемді жазып шығамыз. Енді кәдімгі теңдеу шықты. Ұқсас мүшені біріктіре отырып теңдеуді табамыз. 45х яғни қыздарды бір бөлек, ұлдарды бір бөлек дегендей, x-терді бір жаққа. Минус 65, мұнда плюс 65х болады. Тең 1600 өзі сақталады. 1215 оң сан, теңдіктің екінші жағына қандай сан болып өтеді? Теріс сан болып өтеді. 65-ке 45-ті қосатын болсам 110х болады. Ал екеуінің айырмасы 385 болады. Енді x-ті табамын. 385-ті не істеймін? X пен коэффициенттің арасында қандай амал бар? Көбейту, ол теңдіктің екінші жағына бөлу болып өтеді. Сонда x қаншаға тең болып тұр? 385-ті 110-ға бөлсем 3,5. Демек, 3,5 сағатта олардың су көлемі теңеседі екен.